Ассаляму алейкум достар. Сіздермен бүгін өте дәмді, нәзік, әдемі болып шығатын вупипай тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз. Мен осындай Қазақстан шоколадын пайдаландым. Водяная ванна жасап, міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Сары майымыздың майлылығы міндетті түрде 72%-дан жоғары болуы тиіс. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оған қантты қосып, аппақ көбік болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Дайын болған массамызға шоколад пен майымызды қосатын боламыз. Оны кішкене суытып алғандарыңыз дұрыс болады. Ыстық болып кетсе, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Және де барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Құрғақ ингредиенттерді жеке ыдысқа дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнға какао мен қопсқышты қосып жақсылап араластырып аламыз да, екіге бөліп массаға қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсы сападағы пергамент қағазын алып, тәрелкемен шеңбер сызып аламыз. Менің шеңберімнің диаметрі 23 см болды. Дәл осылай 4 пергамент қағазға шеңбер сызып дайындап қойдым. Және де әр шеңберге 5-6 қасықтан массамызды құятын боламыз. Массамызды шеңберден шығарып алмай, осылай бетін тегістеп жайып шығатын боламыз. Барлық массаны 4 пергамент қағазға тең бөлікке бөліп жайып дайындап қойдық. Енді осыны 190 градуста 5-7 минут қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан корждарымыз көлем жағынан ұлғаяды. Корждарды тарелкенің диаметрі бойынша кесіп дайындап аламыз. Барлық корждарымыз бірдей көлемде болуы керек. Тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға тоңазытқышта тұрған 33-35% майлылықтағы кілегейімізді құйып, қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Кілегейіміз сәл қоюланған кезде қант ұнтағын қосып миксерлейтін боламыз. Сүзбелі ірімшікті қосамыз. Ең соңында маскарпоне ірімшігін салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің креміміз қою және де өзінің формасын жақсы ұстап тұратын қалыпқа жету керек. Арнайы қапшыққа вупипай тортына арналған 807 номерлі саптаманы кигізіп, қапшығымызға кремімізді салатын боламыз. Корждарымызды қойып, тортымызды жинаймыз.
Видеода көрсетілгендей кремді жақсылап жағып, ортасын тегістеп отырамыз. Достар, менің арнама әлде тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әлде өте оңай, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Торттың бетіне жағатын ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін 72%-дан жоғары майды пайдаланамыз. Майымыз бен шоколадымызды водяная ваннаға жақсылап ерітіп аламыз. Және де шоколадты массамызды сәл суытып алу керекпіз. Ол ыстық болып кетсе, кремді езіп жіберетін болады. Оригинал рецептте майдың орнына кілегей қолданылады. Видеода көрсетілгендей шоколадты ганашымызды торттың бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Дайын болған тортымызды кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Кейін бетін өз қалауыңыз бойынша әрлей берсеңіз болады. Пупи-пай тортымыз өте дәмді, нәзік болып шықты. Барлығына ұнады. Сізде осы рецептпен дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына толық сенімдімін. Видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет.